Сәлем достар, бүгін біз 53-ші беттен бастайтын боламыз. Сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. 8-ші жаттығуым say and write. Бұл жерде балалар айтып тұр. Тал қасына көк жауабымен жазып қойған. Taller деп неге? Өйткені балалар. Бұл жерде ұзын деп тұр, мұны қарасаңдар. Ұзын. Ұзын. Ал мұны taller ер жалғаған, мысалға, бізде. Значит, бізде болады бұл жерде taller ұзын, ұзынырақ, яғни бір сөздің күшейтіліп айтылған мағынасын жасатын боламыз. Түсініп қой балалар. Ендеше good. Бізде бұл жерде gooder болмайды, бізде бұл жерде better болады. Әр сөйлемнің өзгеруі, жазылуы басқа. Ағылшын тілінде better болады. Бізде 3-те funner болады. Small болса, бізде smaller болады. Smaller. 5-те бізде fatter. Noisier. 7-те болады бізде worse. 8-де болады бізде shorter. 9-да болады бізде dirty. Балалар, бүгінгі біздің жаттығуымыз тамам. Және де осыны жазып аламыз. Өте оңай. Түсінікті болды деп ойлаймын.